Сәлем, сәлем. Сені екінші аптаның басталуымен құттықтаймын. Тақырыптар түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы сол кинематиканың алғашқы тақырыптарының бірі, яғни түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс деп аталады. Бұның не екеніне терең үңілместен бұрын біз жалпы механикалық қозғалыстың түрлерін талдап алайық. Яғни жазып алыңдар, механикалық қозғалыстың түрлері. Механикалық қозғалыстың түрлері траектория бойынша уақыт бірлігінде жүріп өткен жол бойынша, дене нүктерінің траекториясы бойынша бөлінеді. Траектория бойынша бұл қалай? Түзу сызықты және қисық сызықты болып бөлінеді. Яғни, егер адам мысалы просто тіке жол жүретін болса, алдыға или там артқа, білмеймін, ол траектория түзу сызықты болады. Яғни ешқайда бұрылған жоқ, ешқандай белгілі бір резкий іс-әрекеттер, резкий бұрылыстар істеген жоқ. Жай ғана машина А точкасынан шығып, мысалы, Б точкасына барды. Оның қозғалысы түзу сызықты. Обычно жолдағы біздің қозғалысымыз машинаның, иә. Ал қисық сызықты қозғалыс ол егер адам мысалы ирелең жолмен жүрсе, келіп бұрылып былай бір қозғалыстар істесе, или шеңбердің бойымен айналса, мысалы адам жүгіреді ғой шеңбердің бойымен, ол бізде уже автоматом қисық сызықты қозғалыс болып есептеледі екен. Уақыт бірлігінде жүріп өткен жол бойынша бір қалыпты және бір қалыпты емес, немесе бір қалыпсыз деп екіге бөлінеді. Ол қалай? Бір қалыпты болса, оның жылдамдығы константа деген сөз. Уақыт бірлігінде жүріп өткен жол ол бізде жылдамдық қой по факту. И бір қалыпты қозғалыста жылдамдық бірдей. Мысалы, сен 5 км сағатына жүресің бе? Просто 5 км сағатына до конца жүресің. Дәл сол жылдамдықты сақтап, ешқандай өзгермейді. Сонда сенің қозғалысың бір қалыпты. Әр минут сайын бірдей километрге жүріп отырасың, немесе метрге жүріп отырасың. Ал бір қалыпсыз ол бізде бір қалыпсыз немесе айнымалы деп аталады. Яғни бұл қозғалыстың түрінде біздің жылдамдығымыз өзгеріп отырады. Жылдамдық константа емес. Яғни бұл жақта не үдеу бар, не тежеу бар. Жылдамдық не түсіп жатады, не көтеріліп жатады. Егер үдеудің не екенін білмесеңдер, қазір алда айтатын боламыз. Бір қалыпты жылдамдықта үдеу 0-ге тең болады. Ал мынау 0-ге тең емес, үдеу бар болады. Үдеу немесе тежеу. Енді дене нүктелерінің траекториясы бойынша ілгерілмелі және айнымалы деп екіге бөлінеді. Бұл бізде егер дене жүретін болса, ол белгілі бір траектория сызып кетеді. Және сол траекториясы түзу болатын болса, онда дене ілгерілмелі қозғалады. Ал егер ол траекториясы қисық болатын болса, онда ол айналмалы қозғалыс деп аталады екен. Немесе дене өзі айналатын болса, дене өзі белгілі бір бұрышқа айналып кетеді, немесе өзі в целом айналып кететін болса, ол уже ілгерілмелі бола алмайды екен. Мысалы, колесо обозрения бар, иә? И колесо обозрениеда мындай бір үйшіктер бар. И былай жүрсек, вроде бы оның жасап жатқан траекториясы дөңгелек қой, түзу емес қой. Бірақ мына зат өзі үшін нормально қозғалып бара жатыр, да? Мынау бүйтіп айналып кетіп жатқан жоқ басынан төменге дейін. Просто белгілі бір түзудің бойымен бір траекторияны сақтап, яғни осы траекторияны сақтап қозғалып келе жатыр. Осылай айнала береді. Ол айдалға кетіп қалмайды, сыртқа кетіп қалмайды. Траекториясы өзгермейді. Траекториясы өзгермегені үшін ол ілгерілмелі қозғалыс болады. Егер оныкі өзгеретін болса, ол айналмалы болатын еді. Және тербелмелі қозғалысы. Ол енді бізде андай маятниктер ғой. Тербелмелі айтып тұрғандай, мысалы, бесікті тербетсең, ол тербелмелі қозғалыс болады. Немесе не істейміз ғой, біз жіпке бір затты іліп, былай айналдырып тұрсақ, ол тоже тербелмелі қозғалыс болады, аты айтып тұрғандай. Енді бүгін біздің өтетін тақырыбымыз осы айтқанымыздай түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс болады. Яғни айнымалы қозғалыс и түзу сызықты екен. Яғни біз тіке жүреміз, бірақ жылдамдығымыз өзгеріп отырады. Енді бірінші бір қалыпсыз қозғалыстың жылдамдығын былайша айтқанда талқылайық. Егер дененің егер дене бір қалыпсыз болатын болса, ол айнымалы болады. Өйткені оның траекториясы өзгеріп отырады. Ол басында осылай жүрсе, кейін осындай жүреді, кейін үлкейтеді деген сияқты. Жылдамдығы өскен сайын оның әр секунд сайын жүретін траекториясы әртүрлі болып кетеді. 1 секундта мысалы 1 метр жол жүрсе,
Ол екінші секундта 2 метр жол жүреді, үшінші секундта 3 метр жол жүреді. Хотя егер ол бір қалыпты болатын болса, әр траекториясы бірдей болатын еді. Енді осы бір қалыпсыз қозғалыстың жылдамдығын талқылайық, иә. Бір қалыпсыз қозғалыстың общий мысалы мына графикке қарасаңдар, бірінші 10 секундында ол 5 метр секунд жылдамдықпен келе жатады да, сосын резко 15 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Қайттан түсіреді, қайттан көтереді, қайттан түсіреді, қайттан көтереді жылдамдығын. Ойнап жүреді ғой буквально. Былайша айтқанда 5 метр секунд жылдамдықпен жүреді. 5-ке көтеріп тастайды, 5-ке түсіріп тастайды, 10-ға көтеріп тастайды, 5-ке түсіріп тастайды, қайттан көтереді. Сол кезде біз орташа жылдамдықты қалай табамыз? Әрине бәрін қосып, 60-қа бөле салу өте қате болады. Біз бұл жерде міне алғашқы 10 секундта қанша жол жүрді? 5 метр секундпен 10 секунд жүрді. 50 метр жол жүрді ма? Кейін келесі 10 секундта қанша жүрді? 15 көбейтеміз тағы 10, 150. Соңғы тағы 10 секундта қанша жол жүрді? Міне былай санап жатырмық. Тоже 50 жүріпті. Келесіне уже 10-ға 10, 100 жүріпті. Келесіне қайттан 50, қайттан 100. Жүріп өткен жолы барлығының қосындысына тең. Сосын барып общий 60 секундқа бөле аламыз. Жылдамдықтардың бәрін қосып бөлсек, ол қате болады. Өйткені орташа жылдамдықтың ең базовый формуласы осы. Жалпылама қанша жол жүрді, жалпылама қанша секундта жүрді, соған бөлген кезде v орташаны таба алады екенбіз. Енді мына жақтан таба салайық. 250, 350, 450, 500 да? 560-қа бөле саламыз. Мен дұрыс есептеген болсам. Бұл біздің орташа жылдамдығымыз болады екен мына графиктегі. Енді жалпы тең айнымалы қозғалыстың не екенін басайық. Тең айнымалы қозғалыс дегеніміз бұл бізде бір қалыпсыз, яғни үдеуі бар, бірақ үдеуі константа. Тең айнымалы дегеніміз үдеуі константа болатын қозғалыс. Яғни ол дене әр секунд сайын жылдамдығын белгілі бір шамаға, бірдей шамаға өзгертіп отырады. Мысалы, дене басында 0 метр секундпен бастаса, екінші секундта оның жылдамдығы 1 метр секунд. Үшінші секундта 2, төртінші секундта 3. Яғни ол әр секунд сайын 1 метр секундқа жылдамдығын көтеріп отыр. Әр секунд сайын 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп кете береді. Ал осылай әр секунд сайын бірдей шамаға көтеруі, бұл бізде тең айнымалы қозғалыс деп аталады екен. Егер ол мысалы 0 метр секундтан бастап, екінші секундта 5 жүріп, 5 метр секундқа жылдамдығын көтеріп, үшінші секундта 2 метр секундқа түсіріп, төртінші секундта қайттан 10 метр секундқа көтеретін болса, бұл тең айнымалы болмайды. Өйткені мына жердегі үдеу 5 бөлінген метр секунд квадрат. Мына жақта вообще -3, мына жақта вообще +8. Это вообще неправильно. Мына жақта әртүрлі шама болып кетті әр секунд сайын. Әр секунд сайын бірдей 1 немесе 2 бірдей шама болып отыратын болса, онда ол тең айнымалы. Ал егер әртүрлі шама болатын болса, ол просто айнымалы, тең айнымалы емес екен. Енді үдеудің не екенін түсінбей жатсаңдар, үдеу ол дененің қозғалыс жылдамдығының өзгеріс шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Яғни мен айтып жатыр ғой, 0-ден 1-ге өзгерді, 1-ден 2-ге өзгерді, 2-ден 3-ге өзгерді деп. Каждый секунд сайын қаншаға өзгеріп жатыр, или может сағатпен берілсе, каждый сағат сайын қаншаға өзгеріп жатыр, сол үдеу деп аталады екен. И үдеудің формуласы бізде сол жылдамдықтың өзгерісі бөлінген уақыт. Яғни, мынаны айтайық, иә. Егер дене бастапқыда, мысалы v1 дейік, иә, жылдамдығы өзі айтайық 10 метр секунд дейді. Потом ол 2 секундтан кейін жылдамдығы 20 секунд болып кетті. 20 метр секунд болып кетті. Получается, 2 секундтың ішінде жылдамдығы 10 метр секундқа артып кетті. 20 азайтамын 10 бөлемін 2 секунд, потому что вообще 20 секунд. Получается, оның үдеуі 5 метр секунд квадрат екен. 1 секундта ол жылдамдығын 1 метр секундқа көтере алады екен. Өйткені v1 10 метр секунд болса, v2, яғни оның екінші секундтағы жылдамдығы 15 болады. Ең соңында 2 секунд өткен кезде, мынау 1 секунд дей салайық, мынау 2 секунд өткен кезде жылдамдығы
20 метр секунд болады екен. Мынау V1, V2 емес, V initial, яғни V бастапқы және V final. V соңғы деп есептей берейік. Түсінікті болды деген ойдамын. Осы міндетті түрде жазып алыңдар. Ал мына формула өте маңызды. Жалпылама қанша секундта қаншаға өзгерді және жалпы қанша секундта өзгерді. Соны бөлеміз, сонда шығады екен. Енді біз түзу сызықты тең айнымалы қозғалыстың не екенін қарай аламыз. Осыған дейін, кстати, біз лездегі жылдамдық деген мына жерде оқыған боларсыңдар. Лездегі жылдамдық деген дененің белгілі бір секундтағы жылдамдығы. Яғни дене 3-ші секунд кезінде 2 метр секунд болды ма, бұл оның сол кездегі лездік жылдамдығы. Ол 5-ші секундқа барған кезде 4 метр секунд болып кетті ма, бұл оның 5-ші секундтағы лездік жылдамдығы. Все. Белгілі бір уақыт мәніндегі жылдамдық, ол лездік жылдамдық. Міндетті түрде жазып алыңдар. Енді түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс. Егер үдеу векторы мен жылдамдық векторы бір түзудің бойымен бағытталған әр үдеудің мәні өзгермейтін болса, яғни А константы болса, жаңадан бері айтып жатырмық, А константы болса, үдеу бар, бірақ ол өзгермейді. Үдеу 1 метр секунд квадрат болуы мүмкін. Үдеу 10 метр секунд, ол 20 метр секунд квадрат болуы мүмкін. Бірақ главное сол мәнді ұстап тұрсақ, ол өзгермесе, онда ол түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс болып есептеледі. Түзу сызықты, яғни оның траекториясы түзу. V константы емес уже. Өйткені жылдамдық үдеу арқылы өзгеріп отыр. Бірінші секундта оның жылдамдығы 10 болатын болса, екінші секундта 15 болатын болса, үшінші секундта 20, төртінші секундта 25. Көрдіңдер ғой, жылдамдық константы емес, бірақ үдеу константы, өйткені әр секунд сайын 5-ке өсіп отыр екен. Енді тең айнымалы қозғалыс кезіндегі үдеу мен жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктерін қарайық. Бұл бізде тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың формасы, яғни Vx дегеніміз немесе V final деп айта аламыз. Біздің соңғы жылдамдығымыз бастапқы жылдамдық қосылған үдеу көбейтілген уақыт екен. Ол қалай? Мысалы, біздің бастапқы жылдамдығымыз 10. Біздің үдеуіміз 5 және біз қанша секундтан кейін қандай жылдамдыққа жете алатынымызға жауап береміз. Мысалы, 3 секундтан кейін біздің жылдамдығымыз 25 болады екен. Или там 5 секундтан кейін біздің жылдамдығымыз 35 болады екен. Жай ғана өте простой формула. Енді мынаны график бойынша қарайтын болсақ, қараңдар. Жылдамдық біріншісінде 0-ден бастап 40-қа дейін барыпты. Ол 40 секундта барған. Демек, 40 бөлеміз 40, А1, яғни бірінші үдеу 1 бөлінген метр бөлінген секунд квадратқа тең болады екен. Кстати, үдеудің ХБЖ-сы метр бөлінген секунд квадрат. Неге? Өйткені жылдамдыққа уақытты бөлеміз, ал жылдамдық метр бөлінген секунд. Уақыт еще тағы секунд, сонда метр бөлінген секунд квадрат шығады екен. Енді екінші денені қарайық. 30-дан 50-ге дейін жетіпті, иә? Ол тоже 40 секундта. Сонда 20-ға өскен жылдамдық 30-дан 50-ге дейін, 50-ден 30-ға дейін 20, и 40-қа бөлсек, ол 0,5 бөлінген метр секунд. Демек, екіншісінің үдеуі 0,5 метр секунд квадрат. Очевидно, что біріншісі тезірек қозғалады, өйткені оның үдеуі көбірек. Енді үшіншісін қарайық. Ол наоборот жылдамдығы түсіпті. 40-дан 0-ге дейін түсіп кеткен. 0, соңғысы азайтамыз 40. Бөлеміз 40 секунд, тоже 40 секундта да. И оның үдеуі оказывается -1 бөлінген метр секунд квадрат. Қалай ол? Минус десе, демек ол тежеу. Алдында ешқандай таңба болса, яғни плюс болса, ол үдеу. Яғни тежеу арқылы жылдамдығын 40-дан 0-ге апарып, барып тоқтаған екен. Жазып алыңдар міндетті түрде. Енді сұрақтарға жауап береміз. Үдеу дегенімізде оның өлшем бірлігі қандай? Осы сұрақтарға байланысты қазір оқып алыңдар да, конспекттеріне міндетті түрде толықтырып жазыңдар. Егер осы сұрақтардың біреуін білмейтін болсаңдар, міндетті түрде видео сабақты қарап, кітапты оқып, осы сұрақтарға жауап беру арқылы конспекттеріңді толықтырыңдар. Неяқта айтады екен? Осыны уточнить жіберейін. Үдеудің уақытқа тәуелділік графигі бойынша, міне осы графикке қараймыз, мысалы, дененің лездік жылдамдығын қалай анықтауға болады? 20 секунд дейма, мысалы, екінші дене 20 секундта 20 метр секундта тұр.
Демек 20 секундта лездік жылдамдығы 20. Екінші дененің 20 секундта лездік жылдамдығы 40. Үшінші дененікі тоже 20. Все, осылай біле аламыз. Графикке қараймыз, секундты табамыз, сол біздің лездік жылдамдық болады екен. Енді қазір 3 есеп шығарамыз. Сонымен, давайте 4 есеп шығарайық. Сонымен видео сабақ аяқталады. Бір қалыпты қозғалыстағы автокөлік жолдың 1/3 бөлігін 20 бөлінген метр секунд жылдамдықпен, ал қалған бөлігін 36 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдығын анықтаңдар дейді екен. Енді қараңдар, орташа жылдамдықтың біз тек қана бір формуласын айттық. Жалпылама S, иә, бүйтіп белгі салайын, бұл общий бәрін қосқанда деген сөз. S1 қосылған S2 қосылған S3 и жалпылама бүкіл уақыт, иә. Одан бөлек екінші формуласы бар. Негізі общий 3 формула. Ол жылдамдық орташа уақытқа қарай. Ол уақытқа қарай қалай? Біз обычно 2 жылдамдық берген кезде, мысалы жарты уақытта 50 км/сағат дейді, жарты уақытта 70 км/сағат дейді. Екеуін қосып екіге бөле салып, орташа жылдамдық 60 дейміз ғой. Осы бізде уақытқа қарай екен. Яғни V1 плюс V2 бөлінген 2 немесе V1 плюс V2 қосылған V3 бөлінген 3 деген сияқты. Бірақ базовый формуласы V1 плюс V2 ең соңында Vn-ға дейін қосамыз да, жалпы n количествоға бөледі екенбіз. Мынаны қарамай, V орташа уақытқа қарай формуласы осы деп жазып қойыңдар. Бұл қалай? Егер біз жалпылама 1 сағат жүрсек, оның жарты сағаты белгілі бір жылдамдықпен, қалған жартысы белгілі бір жылдамдықпен болатын болса, немесе жолды, мысалы 2 сағат жолдың 4-ке бөліп, мысалы каждый жарты сағатын белгілі бір жылдамдықпен, тағы бір жартысын тағы бір жылдамдықпен, тағы бір жартысын тағы бір жылдамдықпен, 4 бөлігін 4 түрлі жылдамдықпен өтіп, оны 4-ке бөле салсақ, тоже орташа жылдамдықты таба алады екенбіз. Все, осыны жазып алыңдар, мен қазір өшіріп тастаймын. И үшінші формуланы айтамын. Как раз үшінші формула бізде осы есепке сай келеді екен. Үшінші формула бізде жолдың белгілі бір бөлігін белгілі бір жылдамдықпен өтті деген кезде. Общий жол негізі S, иә, 1S. Жолдың 3/1 S дейді. Қалған бөлігі 3/2S болады. Дұрыс қой? Дұрыс. 3/1 S-ті 20 метр секундпен өтіпті. Ал қалған бөлігін 3/2 S-ті 36 км/сағатпен өтіпті. Бұны метр секундқа айналдырамыз. Айналдыруды білесіңдер деген үміттемін. Егер білмесеңдер, қараңдар, 36 км/сағат дейміз. Километр ол 1000 метр, сағат деген 3600 секунд. Демек 36-ны 1000-ға көбейтіп 3600-ге бөле саламыз. Мен қазір мынаны қысқартамын осылай. Бізде соңында 10 шығады. 10 метр секунд деген 36 км/сағат деген. Демек бастапқы 3/1-ін 20 метр секунд, қалған 3/2-сін 10 метр секундпен жүріп өтіпті. Енді біз қазір 20-ға 10-ды қосып 2-ге бөле салсақ, өте өрескел қателік болады. Өйткені ол 3/1 жолды басқа уақытта, 3/2 жолды басқа уақытта жүріп өтті. Вообще разный уақытта. Может, біреуін 20 секундта, біреуін 30 секундта деген сияқты ғой. Өйтіп, екеуін қосып 2-ге бөле салуға болмайды. Ол үшін бізде мындай формула бар. V орташа тең 2V1 V2 бөлінген V1 плюс V2. Осыны міндетті түрде жазып алыңдар. Бірақ мына есепке бұл формула келмейді. Бұл ең базовый формула, когда бізге айтады, жолдың жартысын осындай жылдамдықпен, қалған жартысын осындай жылдамдықпен деп. Ал егер бізге 3/1 десе, мынау астындағы 3 бар ғой, жол қанша бөлікке бөлінді, соны жоғарысына көбейтеміз. Яғни 2-нің орнына мен 3-ті көбейтемін. V1 көбейтілген V2 деп жазып қоямын. Ал астына мынау еселігі бар ғой, 1, 2 деген. Біріншісінің еселігін екіншісіне көбейтемін, екіншісін біріншісіне көбейтемін. Сонда мен 2V1 қосам 1V2 деймін. X пен ғой, типа былай. Мынаныкі мынаған, мынаныкі мынаған барады, өзінікіне бармайды. Енді осы формулаға салам. 3 көбейтем 20 көбейтем 10, бөлем 2 көбейтем 20 көбейтем 10, көбейтілген 1. Мынау қосу. Енді есептейміз. 600 бөлу 50.
Ол бізде 12 метр секунд болады екен. Демек жолдың 3-тен 1 20 метр секунд жылдамдықпен, қалған 3-тен 2-сіне 10 метр секунд жылдамдықпен өтсе, жалпы жолдағы орташа жылдамдығы 12 метр секунд болады екен. Осыны міндетті түрде жаттап алыңдар. Мына формуланың қалай құрылатынын тоже түсініп алыңдар. Ал егер түсінбесеңдер сұрасаңдар болады. Мынаны именно осының талдауын біз практикалық сабақта дұрыстап талдаймыз. Именно практикалық сабақта. Әзірге тек бет жағы. Қозғалыс басталғаннан кейін 6-дан 1 минут өткенде пойыздың жылдамдығы 0,6 метр секундқа жетті дейді. 1-ден 6-дан 1 минутты біз сағатқа айналдырып алайық. Секундқа айналдырайық. Минут дегеніміз ол 60 секунд. Демек біз оны 60 секунд ретінде жаза аламыз. Ол бізде 10 секунд болады екен. 10 секунд өткенде пойыздың жылдамдығы 0,6 метр секундқа жетті. Қозғалыс басталғаннан кейін қанша уақыт өткенде пойыздың жылдамдығы 3 метр секундқа тең болады. Біз енді бірден үдеуді тауып аламыз. Өйткені 0,6 метр секундқа жетті, яғни 0,6 азайту 0. Өйткені ол 0-ден басталды ғой, қозғалыс басталғаннан кейін дейді. 10 секундта жетті. Демек біздің үдеу 0,6 метр бөлінген секунд квадрат. Енді қанша уақыт өткенде пойыздың жылдамдығы 3 метр секундқа тең болады дейді. Қозғалыс басталғаннан кейін, яғни қайттан 0-ден бастағаннан кейін 3 бөлеміз т, белгілі бір уақыт, сол уақытты табу керекпіз. Сонда ол 0,6 болады үдеуі. Өйтіп орын ауыстырсақ болады. 3-ті бөлеміз 0, тең деп жазыңдарсыңдар. Мен просто орынды дұрыстап ыңғайластырып жатырмын. 0,6-ға бөлеміз, яғни жылдамдықтың өзгерісін 0-ден бастаған кезде 3 азайту 0. 0-ден бастадық, 3-ке апардық. 3 жылдамдыққа 0,6 үдеумен қанша уақытта жетеді? Скорее всего, 50 секундта жетеді екен. Осы біздің жауап болады. Так, қараймыз, мына есепте чуть-чуть непонятно берілген. Мына жерде бастапқы уақытта, яғни т тең 0 уақытта дене жылдамдығының проекциясы, яғни дене жылдамдығы басында 3 метр секунд болған. Потом бізде үдеудің уақытқа тәуелділік графигі берілген. Бізге айтады, т1 секунд болған кезде және т2 2 секунд болған кезде дененің жылдамдығы қанша дейді. Біз білеміз, дене басында 3 метр секунд болып тұр. И бірінші секундта дененің үдеуі 2 екен. Демек, 1 секундта оның жылдамдығы 3 қосылған 2, 5 метр секундқа дейін өсіп кетеді. Все. Т1 секунд болған кезде дененің жылдамдығы 5 метр секунд. Жылдамдық дейміз, жылдамдық 1. Енді жылдамдығы 2, яғни т тең 2 секунд болған кезде, енді қараңдар, бірінші секундта ол 5 метр секундқа жетті. И үдеу резко минус 3 болып кетеді, яғни тежеуге айналып кетеді. Демек, 5 азайту 3 болып кетеді. И оның жылдамдығы 2 метр секунд болып азайып кетеді екен. Сонда дене 1 секундта 5 метр секундқа жетеді, потом екінші секундында 2 метр секундқа азайып кетеді екен. Өйткені бірінші секундта үдеу 2 болса, екінші секундта үдеу минус 3-ке түсіп кеткен екен, яғни тежеуге айналып кеткен екен. Автокөліктің жолдың бірінші жартысын, екінші жартысын еді. Все, біз жаңағы формуланы қолдана аламыз. Биік орташа жолдың жартысын деп жатыр. Демек 2v1 v2 бөлінген v1 қосылған v2. Тез шарпсайық. Так, мына жақта 36 км сағатпен берген, оны 10 метр секунд деп ала береміз. Біз уже шығарып алдық оны, 2 көбейтеміз, 10 көбейтілген 15. Бөлеміз 10 қосылған 15-ке. Так, 300 бөлеміз 25-ке. Тез есептеп жіберейін. 325-ке бөлгенде қанша болатынын. Бізде 12 метр секунд болады екен. Демек, егер автокөлік жолдың бірінші жартысын 10 мен жүрсе, екінші жартысын 15 пен жүрсе, оның орташа жылдамдығы 12 метр секунд болады екен. Ал егер біз бұл формуланы білмесек, то біз 10-ға 15-ті қосып 2-ке бөле салатын едік, и ол 12.5 болады. Бұл қате болатын еді. Осымен тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарың болса жекеге жазуға ұялмаңдар, міндетті түрде жазыңдар. Сұрақ қоймайтын адам
дұрыс тақырыпты түсінбейді. Егер сенің басыңда сұрақ туындап тұрса, оны міндетті түрде қою керек. Дұрыс сұрақ қою арқылы біз тақырыптың түбіне жете алады екенбіз. Ал келесі уақытта көріскенше сау болыңдар.